Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Жүректен жүрекке әдісі арқылы сабағымызды бір-бірімізге жақсы тілек тілеуден бастайық. Мен сіздерге бақыт, денсаулық, береке, сәттілік тілеймін. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Ыбырай Алтынсариннің «Атымтай жомарт» әңгімесі. Сабақтың мақсаты әдеби шығармадағы екі нәрсені салыстыра суреттеулер мен қарама-қарсы суреттеулерді табу. Балалар, тапқырлық әдісін пайдалана отырып, Ыбырай Алтынсарин кім деген сұраққа кластер толтырыңыздар. Өздерінің жауаптарыңды дұрыс жауаптармен тексеріп көріңіздер. Ыбырай Алтынсарин ақын, жазушы, педагог, аудармашы, қоғам қайраткері, балалар әдебиетінің атасы, тәлімгер, оқулық авторы, ғұлама, ағартушы. Зерттеуші ғалым Қажым Жұмалиев 19 ғасырда қазақ даласынан шығып, орыс Европа мәдениетіне қолы жеткен оқымысты, халық ағартушылар дәрежесіне көтерілген әрі педагог, әрі ақын жазушы Ыбырай Алтынсариннің өз халқының келешегі үшін істеген еңбегі зор деді. Балалар, сөз маржан айдарында берілген мәтінде кездесетін сөздердің мағынасын ұғынып алайық. Жомарт, қолы ашық, қайырымды. Кем-кетікке жәрдем беру. Жарлы, кедей адамдарға көмек беру. Әбірет алу, ғибрат, үлгі алу. Дәулет, дүние мүлік, байлық. Балалар, Ыбырай Алтынсариннің «Атымтай жомарт» әңгімесін мұқият тыңдап, мазмұнын түсініп алайық. Атымтай жомарт өзі есепсіз бай бола тұрып, күн сайын бір мезгіл үстіне ескі құсқы киімін киіп, отын кесіп, шөп тасып, жұмыс қылады екен. Бір күні өзінің жақын таныстары сұрады дейді. Жомарт, Құдай берген дәулетіңіз бар. Ашқа тамақ, жалаңашқа киім, үйсіздерге үй болдыңыз. Сөйте тұра, өз басыңызды кемшілікке салып, жете алмаған жарылша отын кесіп, шөп тасығаныңыздың мағынасы не деп? Сонда Атымтай жомарт айтты дейді. Оның 4 түрлі себебі бар. Әуелгісі әдемі ат, асыл киім, асқан дәулетті өне бойы әдет етсең, көңілге жел кіргізеді. Сол желіккен көңілмен өзімнен терезесі төмен бейшаралардан жиреніп, көз салмай кем-кетікке жәрдем беруді ұмытармын деп қорқамын. Екіншісі, бар бола тұрып мен жұмыс қылсам, мұның кемшілік емес екенін біліп, кейінгілер әбірет алсын деймін. Үшіншісі, күн сайын өз бейнетімен тапқан 1-2 пұлға нан сатып алып жесем, бойыма сол тамақ болып тарайды. Еңбекпен табылған дәмнің тәттілігі, сіңімділігі болады екен. Төртіншісі, Құдай тағаламның берген дәулетін өзім сынып, тиісті орындарына жаратпай, көбісін өзім ішіп жеп, өзім тұтынсам, мал берген иесіне күнәлі болармын деп қорқамын, деді. Балалар, мәтіннің мазмұны мен түсінгендерің бойынша ассоциация әдісін пайдалана отырып, жомарт адам мен сараң адамның бейнесін салыстырыңыздар. Жомарт адам қандай? Олар ақ көңілділік, кең пейілділік, даналық, қайырымдылық.
Адам бойында осындай қасиеттері бар жан жомарт аталса, оның жасаған істері жомарттық деп аталады. Ал сараң адам қандай? Олар шық бермес, өзімшіл, дүниеқұмар, жаман. Сараңдық адам мінезінің нашар қасиеттерінің бірі. Сараң дүниенің малын жиса да тоймайды екен. Енді балалар, ой шебері әдісін пайдалана отырып, жомарттық пен сараңдық сөздерінің мағынасын ашып, соған сәйкес мақал-мәтел табамыз. Бұл түсініктегі жомарттық, қолында байлығы бар азаматтық мұқтаж жандарға жасайтын қайырымдылық көмегі. Бүгінгі күнгі қазақ ұғымында мұндай іс демеушілік деп те аталады. Жомарт бергенін айтпас, ер айтқанынан қайтпас деген қазақ мақалы осыны айғақтайды. Сараңдық емдегенмен жазылмайтын ауру. Өзі тоймастың көзі тоймас деген мәтелге сай, өзінің байлығы өзгенікінен аз көрініп, қайтсем асып түсемін деп әртүрлі әрекеттерге барады. Сараңдық соңы арамдық деген сияқты, жүрегіміздегі сараңдық сияқты жаман қасиеттердің тамырын түбірімен жұлып, оның орнына иман нұрымен нұрланған жомарттық дәнін сепкеніміз абзал болады. Балалар, Атымтай жомарт образы туралы пікірлеріңді 4 сөйлем тәсілі арқылы білдіріңдер. Бірінші, әңгіме кейіпкері туралы пікірлеріңді бір сөйлеммен айтыңдар, немесе жазыңдар. Екінші, пікірлеріңді бір сөйлеммен дәлелдеңдер. Үшінші, пікірлеріңді өмірмен байланыстырып, мысалдар келтіріңдер. Төртінші, әңгіме кейіпкері туралы қорытынды шығарыңдар. Үй тапсырмасы: еңбек туралы мақал-мәтелдерді жазып, жатқа айтамыз. Рахмет балалар, сіздер өте мейірімді, өте ақылды, белсенді, жаңашыл, тапқыр жандарсыздар. Сау болыңыздар.